Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауда және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Қарағанды облысында екі көлік мұз астында түсіп кетті. 28 қарашада сағат 19:50 шамаларында Мұстафин кентінің маңында Нұра өзенінен өтпек болған екі көлік мұз астына кетті. Олардың бірі Газель, ішінде 3 адамы болды деп жазылды ТЖМ. Ал Мерседесте 6 адам отырған, оның екеуі бала. Жүргізушілер мен жолаушылардың көліктердің өздері шыққан. Зардап шеккендер жоқ. Көліктер әзірде мұз астында қалды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауда және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Доллар 2,16 теңгеге қымбаттады. Бүгін Казия сауда-саттығында доллар бағамы 468,101 теңгені құрап, 2,159-ға қымбаттады. Еуро бағамы ұлттық банктың бағамына сәйкес 1,185 теңгеге 483,158 теңгеге арзандады. Рубль бағамы өзгеріссіз қалды, 7,170 теңге. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.